Биыл қыс қалай болмақ? Ассалаумағалейкум бармағыздар, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Биыл қыс қандай болады? Синоптиктер 2024-2025 жылдардағы қыс мерзіміне маусымдық ауа райы болжамын жариялады. Желтоқсан айында еліміздің оңтүстік жарты шарында жаңбыр және жабысқақ қар жауады. Таулы аймақтарда қалың қар жаууы мүмкін. Еліміздің батысы мен оңтүстігінде көктайғақ болып тұман түседі. Солтүстікте желтоқсан айының бірінші жартысында ауа температурасы түнде -18, -23-тен -7, -12 градусқа дейін, ал күндіз күні -4, +1 және -8, -13 градусқа дейін айқындайды. Желтоқсан айының екінші жартысынан ауа температурасы түнде -25, -27 градусқа дейін, ал күндіз болса -15, -25 градусқа дейін төмендейді. Үшінші оңтүстікте, яғни аяз бетінде қамтиды деп болжануда. Республиканың оңтүстік батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында ауа температурасы түнде -10, -18-ден -5 градусқа дейін, ал күндіз болса 0 градустан -5 градустан, яғни 3+12+ градусқа дейін құрауы мүмкін. Желтоқсанның үшінші онкүндігінде есе кейбір күндерде аяз түсіп -15, -25, ал күндіз болса -5, -13 градусқа дейін күшейеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.